ежелгі адамның алғаш рет жылқыны қолға үйрету орталығының бірі. Ботай мәдениеті. 1950 жылдардағы ескерілмей жүргізілген тың және тыңайған жерлерді игеру саясаты нәтижесінде эрозияға ұшыраған жер. 10 миллион гектар. Түрік қағанатының негізін қалаған. Бомон. Егінге су шығаратын қарапайым құрылғы. Атпа. Жезқазған маңындағы кен орындары бұл аумақтың көне металлургия орталықтарының бірі болғанын айғақтаған кім? Әлкей Марғұлан. Қазақ жеріндегі автохонды ұлт. Қазақ. Есік қорғанын ашқан кім? Кемел Ақышев. Ою-өрнектің космогониялық түрі. Қиял ғажайып. Жібек жолы атауын 1877 жылы енгізген неміс ғалымы. Рихтгофен. Ұлы жібек жолы халықаралық қатынас жағынан жандана бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда. Ғалымдардың пайымдауынша, жібек өндіру технологиясы осыдан 6000 жыл бұрын ашылған. 2000 жылдан астам тарихы бар қала. Тараз. Араб ғалымы Ибн Хаукаль қай қаланы көпестер қаласы деп атады? Тараз қаласы. Қуаңшылық жағдайында егіншілікпен айналысу қай кезеңде тиімсіз болды? Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың соңында. Ботай қонысы қанша жерді алып жатты? 15 гектардан астам. Түркі ақсүйектері тек жібек матадан тігілген киімдер киді. Мысалы, тон жабғу қаған қандай түсті жібек шапан кигені белгілі болды? Жасыл жібек шапан. Жошы ұлысында теңгелер қай қалаларда шығарылды? Сарайшық, Сығанақ. Суяб қаласында болған Будда монахы Сюаньцзянь түркі қағанымен қай жылы кездесті? 629 жылы. Ұлы жібек жолы бойындағы ірі қалалар қатарындағы Исфиджабтың басқаша атауы. Сайрам. ЮНЕСКО шешімі бойынша Ұлы жібек жолын қайта жаңғырту жобасы қай жылы қабылданды? 1987 жылы. Жібек жолы тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау мемлекеттік бағдарламасы қай жылы бекітілді? 1998 жылы. Сәулет құрылысының бір түрі, киіз үйге ұқсас етіп өңделмеген тақтатастан салынған. Дың ескерткіштері. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп жазды. Ахмет Байтұрсынов. 1917 жылы далалықтар қанша шұрайлы жерлерінен айырылды? 45 миллион десятина. Алаш партиясы бағдарламасының жобасы қай жерде жарияланды? Қазақ газетінде.